Мұсыдан кейін Исраил ұрпақтарының алдыңғы қатарларының сыйқын көрдің бе? Бір кездері олар өздерінің пайғамбарларына бізге жолбасшы болатын патша тағайында, соның туының астында залымдарға қарсы Алла жолында соғысайық деген еді. Сондай пайғамбар оларға, сендерге соғыс шынымен парыз етіле қалса, айнып шыға келмейсіңдер ме деді. Олар, біз атамекенімізден қуылып, бала-шағамыздан айырылдық, ендеше Алла жолында соғыспай бізге не көрініпті деп айтты. Алайда оларға соғысу парыз етілген кезде араларындағы ат төбеліндей аз ғана адамды қоспағанда басым бөлігі райынан қайтып тайқып шыға келді. Алла ол залымдарды жақсы біледі. Пайғамбар оларға, Алла сендерге патша етіп Талутты тағайындады. Сонда бай шонжарлар бірден наразылық білдіріп, патшалыққа одан гөрі ақсүйек тұқымы, мына біз лайық емеспіз бе? Ол қарадан туып бізге қалай патша болмақ? Оның үстіне оған мол дәулет те берілмеген деді. Пайғамбар оларға, Алла сендерге басшы ретінде соны таңдады, әрі оған бүкіл елді билеу үшін терең ілім мен мықты дене бітім, күш-қуат пен келістік кескін келбет нәсіп етті. Алла билікті қалаған қолына береді. Алла уәсих, шапағаты мен рақымы өте кен. Алим, кімнің неге лайықты екенін бәрінен де жақсы білетін шексіз ілім иесі деп жауап берді. Содан кейін пайғамбар сөзін жалғап былай деді. Ендеше сендерге ішінде рабыларынан келетін сакина, жан тыныштығы һәм Мұса мен Харун әулетінен қалған рухани жәдігер болған періштелер арқалап әкелетін ғажайып сандықтың келуі, оның патшалығының белгісі болмақ. Егер шынымен мүмін болсандар, міне мұнда сендер үшін айқын дәлел, анық белгі бар. Талут қалың әскерді бастап жорыққа шыққанда жауынгерлеріне, Алла жол жөнекей сендерді де бір өзенмен сынайды. Кімде-кім сол өзеннен ішсе, ол мендік емес. Яғни менің әскерімнің қатарынан шығып қалады. Ал кім мүлдем ішпесе, ол мендік. Қолымен бір мәрте кесіп ішкенге де кінә тағылмайды деді. Алайда олардың ат төбелінде аз ғана бір бөлігін қоспағанда, барлығы дерлік жетер-жетпес өзен суының қанып ішіп алды. Талут және онымен бірге өзен суынан мүлдем татпаған және өте аз ішкен мүміндер өзенді кешіп арғы бетке өткенде, өзеннен аз да болса су ішкендер, бізде бүгін Жалут пен оның әскеріне төтеп беретін күш-қуат жоқ десті. Сол кезде өлгеннен кейін қайта тіріліп, Алламен қауыштыратындарына кәміл сенгендер, Алланың қалауымен қаншама аз қауым саны жағынан өзінен әлде қайда қалың қауымды жеңген болатын. Алла тағала сабырлармен бірге деп асқан табандылық танытты. Сөйтіп олар Жалут және оның әскермен бетпе-бет келгенде, уа Раббымыз, бізге сарқылмас сабыр бергейсін, бізді соғыс майданында табанды да қайтпас қайсар қылғайсың, бізге кәпір қауымға қарсы жәрдем беріп жеңіске жеткізгейсін деп жалбарынды. Соңында мүміндер Алланың қалауымен жауды ойсырата жеңіп, Дәуіт Жалуттың жанына жаһанамға жіберді. Сөйтіп Алла Дәуітке патшалық пен даналық нәсіп етті. Һәм өз қалауымен оған тағы біраз нәрселер үйретті. Егер Алла осылайша адамдарды бір-біріне қарсы қойып, кей адамдардың бетін кейбір адамдармен қайтарып отырмағанда, шүбәсі жер беті түгелдей бүлінер еді де. Сонда өмір сүру мүмкін болмас еді. Яғни жерде әділдік жойылып, шартапаты зұлымдық жайлар еді. Алайда Алла күллі жаратылыс атаулыны шексіз шарапатына бөлеуші. Міне, бұлар Алланы уахи арқылы түсірген айқын аяттары. Біз саған оларды титтей де күмән араласпаған ақиқат ретінде оқып берудеміз. Өйткені сен шүбәсіз хақ кітаппен жіберілген елшілердің бірі һәм бірегейсің. Біз кей мәселелерде осынау елшілердің кейбірін басқаларын артық дәреже жағынан жоғары қылдық. Олардың арасында Алланың уахисіз перде сыртынан тікелей тілдескені бар. Сондай-ақ Алла кейбіреулердің мерейін асқақтатып дәрежесін өсірді. Мариям ұлы Исаға да пайғамбар екенін көрсететін анық дәлелдер, мұғжизалар бердік. Һәм оған қасиетті рух Жибрейіл періште арқылы қолдау көрсеттік.
көрсеттік. Егер Алла қаласа, сол пайғамбарлардан кейінгі үмбеттер өздеріне анық дәлелдер келгеннен кейін бір-бірімен соғыспас еді. Бірақ олар өзара алауыз болды. Сөйтіп бір бөлігі иман келтірсе, енді бір бөлігі күпірлікке бой алдырды. Егер Алла қаласа, яғни адамдарға ерік қалау бермей, ықтиярсыз қылып бәрін өз дегенімен жүргізгенде, олар бір-бірімен соғыспас еді. Алайда Алла қалағанын істейді. Уаймен келтіргендер, сауда-саттық, достық қолдау және біреудің біреуге болысып ара түсуі деген нәрсе атымен болмайтын алапат күн қиямет қайым келмей тұрып өздеріңе берген дүние, мүлік, күш-қуат, ақыл, білім сияқты ризық несібемізден Алла жолында жұмсаңдар. Кәпірлер сияқты болмаңдар, өйткені кәпірлер кешілмес күнә арқалап өз-өздеріне обал қылған нағыз залымдар. Алла одан да басқа құдай жоқ, ол хай, мәңгі тірі, хайюм, еш нәрсеге арқа сүймей, күллі болмысты бір өзі ұстап меңгеріп тұрушы. Ол әсте қалғымайды, оны ғапылдық та ұйқы да баспайды. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі барлық нәрсе де бір өзіне тиесілі. Оның дәргейінде рұқсатынсыз біреу үшін шапағат етіп ара түсе алатын кім бар? Ол күллі жаратылыстың алдындағы, болашағын да, артындағы өткенін де толық әрі жақсы біледі. Ал олар болса, оның шексіз ілімінен еш нәрсе толық ұға да меңгере де алмайды. Тек оның өз қалауымен ұғындырып үйреткен нәрсесі болса, оның жөні басқа. Оның шексіз билігінің көрінісі болған. Күрсісі күллі аспан әлем мен жерді толық қамтыған. Күллі аспан әлем мен жерді қызғыштай қорып, сақтап тұру ол үшін бұйым емес. Ол әли, бәрінен биік, асқақ, азим, бәрінен ұлы, бәрінен зор. Дінде, хақ дінді үгіттеуде және қабылдауда зорлық жоқ. Өйткені тура жол мен теріс жолдың ақиқат пен жалғанын ара жігін толық ажырады. Бұдан былай кімде-кім тағутты, жалған құдайларды һәм жоқ жерден дін жүйе тауып, ойлап тауып, ел жұртты соған үгіттеуші зұлым күштерді теріске шығарып, бір Аллаға иман келтірсе, онда оның өте берік тұтқаны, ұстағаны. Алла Самих айтқан сөздерінің бәрін естуші, алим, іштеріндегі ниет пиғылдарыңа дейін бәрін толық білетін шексіз ілім иесі. Алла иман келтіргендердің жанашыр досы, қамқоршысы һәм қорғаны. Оларды тас қараңғы түнектерден жарық нұрға шығарады. Ал күпірлік қылғандарға келсек, олардың достары тағылыт, жалған құдайлар һәм жоқ жерден дін ойлап тауып, ел жұртты соған үгіттеуші зұлым күштер. Олар кәпірлерді жарық нұрдан шығарып, тас қараңғы түнектерге кіргізеді. Олар тозақтықтар, олар мәңгі бақи сонда болады. Алла берген биліктің буына мас болып, Ибрахим мен Раббысы жайлы сөз таластырғанды көрдің бе? Ибрахим оған менің Раббым қалағанына жан бітіріп өмір сыйлайды, әрі қалағанын жанын алып өлтіреді деді. Сонда ол, мен де қалағаныма өмір сыйлаймын, әрі қалағанды өлтіремін деді. Сол кезде Ибрахим, расында Алла күнді шығыстан шығарады. Қане мықты болсан, оны батыстан шығаршы деді. Сонда күпірлік қылған патша не дерін білмей сасып қалды. Алла күпірлік қылып өз-өзіне қиянат жасаған зұлым қауымды әсте тура жолға салмайды. Немесе Алла еліне жан бітіріп, уақыты келгенде оны қайта алатынына тағы бір дәлел. Мына бір үйдің жағдайы, ол уәйзір үйлерінің шаңырағы ортасында түсіп, асты үстіне келіп қирап құлазып жатқан еді. Елді мекенге ат басын тірегенде Алланың шексіз құдіретіне таңғалып, Алла бұл мекенді һәм халқын мұншама астан кестені шығып, күллі көкке ұшқаннан кейін қалай тіріледі екен деген еді. Сол кезде Алла оны таң ата 100 жылға өлтіріп, тура 100 жылдан кейін кеш батуға айналғанда қайта тірілтті. Сөйтіп Алла оған қанша уақыт өліп жаттың деп сұрағанда, ол бір күн немесе одан да аз уақыт деп жауап берді. Сонда Алла оған жоқ, сен тура 100 жыл өліп жаттың. Азығын мен сусыңа қарашы, мүлдем бұзылмаған. Енді есегіңе қара, шашылған құр сүйектері ғана қалған. Сондай-ақ сені де адамдарға тірі дәлел болсын деп жанында алып қайта тірілттік. Есігінің шашылған сүйектеріне қарашы, оларда қалай жинап орындарына қойып, буын-буындарына келтіріп, содан кейін үстіне қалай ет қаптап жатырмыз деді. Осылайша ақиқат көзі анық жеткенде,
Ол: «Иә, мен білемін, шүбәсіз Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді», деді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.